Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен таңғы асқа өте керемет, осындай жұп-жұмсақ боп оңай пісетін панкейктардың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бір жасағаннан шығатын үлпілдек осындай өте дәмді панкейктер жасаймыз. Панкейк жасау үшін бізге 2 жұмыртқа қажет, шым-шым тұз, қант, сұйық май, разрыхитель, ұн, електен өткізілген және де бөлме температурасындағы сүт қажет болады. 2 жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұзымызды саламыз және де қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз кішкене еріп, жақсылап араласуы қажет. Үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз. Бәрін қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Біздің массамыздың үстіне 2 бөліп қосып, ұн мен массамызды жақсылап біріктіріп араластырамыз. 2 бөліп қосамыз осылай. Енді осы массамызды жақсылап, түйіршік қалмағандай жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне сұйық майымызды қосамыз. Оны да жақсылап біріккенше араластыратын боламыз. Дайын массамызды 20 минуттай тындырып қоямыз. Тапамызды отымызға қойып жақсылап қыздырып аламыз. Тапамызға май жақпаймыз. Қызып тұрған тапамызға осылай панкейктерімізді құямыз. Бетіне осындай көпіршіктер пайда болған сәтте панкейктерімізді аударатын боламыз. Екінші жағы тез пісетін болады. Осылай әп-әдемі болып пісіп шығады. Орта отта пісіреміз. Бір қыздырып алған соң отты жай қойып, орта отта пісіретін боламыз. Қалған панкейктерімізді осылай құйып, осындай көпіршіктер шыққан сәтте аударатын боламыз. Барлық панкейктерімізді осылай пісіріп алдық. Бетіне мен бал жақтым. Бал жақсаңыз болады, сироп жақсаңыз болады, сары маймен ұсынсаңыз болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Мен осындай клубникалармен әсемдедім. Клубника, банан, әртүрлі жеміс-жидектермен әсемдеп ұсынсаңыз болады. Өте дәмді шығады, жұп-жұмсақ. Қазір ортасын ашып көретін боламыз. Ортасы да осылай жақсы пісіп шығады. Видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасап көруге кеңес етемін, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Астарың дәмді болсын.